Сонымен біз бірінші сабақта функцияға жалпылама анықтама беріп өттік. Енді осы функцияның қандай қасиеттерге ие екендігін және оның графигін қалай сызуға болатындығын талқылайтын боламыз. F функциясының x нүктесіндегі мәні y-ге тең болсын. Және мынадай тәуелділік орындалсын. Y тең 3x минус 5. Біз алдымен бұл жерде қайсысы аргумент, қайсысы функция болатынын анықтап алуымыз керек. Формулада y функциясы x-ке тәуелді түрде өзгереді деп тұр. Демек x аргумент, яғни тәуелсіз айнымалы, ал y функция тәуелді айнымалы. Енді осы формуладан x-тің әртүрлі мәндерін қою арқылы y-тің мәндерін тауып көрейік. f от x тең 3x минус 5. x-тің орнына минус 3 қойсақ, y-тің мәні минус 14-ке тең. Сол сияқты минус 2 қойсақ минус 11-ге, минус 1 қойсақ минус 8-ге, 0 қойсақ минус 5-ге, 1 қойсақ минус 2-ге, 2 қойсақ 1-ге, және x-тің 3 болғандағы мәнінде y-тің 4 деген мәнін аламыз. Біз басқа да сандарды қою арқылы кестесін үлкейте беруімізге болады. Дегенмен бұл берілгендер функцияның графигін сызуға жеткілікті. Алдымен мынадай ұғымдармен танысып алайық. Біз бұрын сандарды координаталық түзуде бейнелейтінбіз, және ол арқылы қай сан қайсаннан үлкен немесе кіші екендігін ажырата алатынбыз. Енді біз бірінші сабақта қарастырылған адамдар мен олардың бойлары секілді аргумент пен функцияның сәйкес жұптарын осы координата жазықтығына бейнелейтін боламыз. OX сәулесін абсцисса осі, OY сәулесін ордината осі деп атаймыз. Мысалы, x тең 2, y тең 3 деген берілім координатасы 2-де 3 болатын, немесе абсциссасы 2-ге тең, ординатасы 3-ке тең болатын нүктені бейнелейді. Мұның көмегімен біз кез келген объектінің орналасуын анықтайтын боламыз. Мысалы, картадағы қиылысқан екі көшенің біреуі абсцисса, біреуі ордината осі болсын. Сіз осы жерде тұрып, тамақ ішетін жер қайда бар деп сұрасаңыз, осы көше бойымен тік екі көше жүріп, солға бұрыласың, сосын үшінші көшеден тоқтайсың деп жауап берер еді. Демек, сіз тамақтанатын жер 2-де 3 нүктесі. Енді функция графигіне қайта оралайық. Y тең 3x минус 5 функциясының қажетті нүктелерін координата жазықтығына бейнелейміз. X-ке шексіз көп сандар беруге болатынын жоғарыда айтып өткенбіз. Олай болса, функция графигінде бұл нүктелерден басқа нүктелер де бар деген сөз. X-ке 0,15 қойсақ, Y-тің мәні минус 3,15, X-ке 0,125 қойсақ, Y-тің мәні минус 4,125. Әрқарай көп деген сандарды қоя берсек, бұл нүктелер белгілі бір түзуді құрайтынын байқаймыз. Осылайша, біз кез келген функцияның графигін сыза алады екенбіз. Бізге енді керісінше функция графигі берілсін. Суретте y тең f от x функциясы бейнеленген. Берілген суреттен f от 6 мәнін табуымыз керек. Ол үшін масштабты сақтай отырып, x тең 6 нүктесін тауып аламыз. Және x тең 6 нүктесінің тұсынан функция өтетініне көз жеткіземіз, және соған сәйкес келетін нүктені белгілейміз. Демек, f от 6-ның мәні 4-ке тең. Енді бізге f от a 2-ге тең болатындай a-ның мәндерін табу керек. Y-тің бойынан 2-ге сәйкес келетін нүктені тауып, координаталарын табуымызға болады. Демек, a-ның мәні минус 1-ге және 3-ке тең. Сіз екінші сабақта функцияның графигін қалай сызу керектігін түсіндіңіз деп ойлаймын. Өз біліміңізді тексеріп көру үшін Nismas.org сайтындағы тесттер бөлімінен осы екі тақырыпқа қатысты тестті тауып, белгілеп көріңіз. Үшінші сабақта кездескенше.